Аңқау желкілдек, мені жеңем деп ойладың ба? Я, Төлеген, менің қас дұшпаным. Жақсылық әрқашан жамандықты жеңеді. Міне саған! Секірдің бе? Одан да ол зұлымды алдау керек. Жоқ, олай болмайды. Себебі батырлар аяқтан соқпайды. Олар аспаннан шабуылдайды. Ал меніңше, зұлыммен болған дауды жанжалсыз-ақ шешуге болады. Сенбеймін. Ертегі айтпашы. Ол онсыз да ертегі емес пе? Желкілдек Төлегенді шайқаста жеңуі керек. Иә, желкілдекті өз ағасы сатып кетті емес пе? Зұлым жауды жеңудің өзі оңай емес. Оның үстіне ағасы шайқас алдында сатып кетті. Сатқынға кешірім жоқ. Ал алауша, не ойлайды екен? Ертегінің соңында желкілдек өзінің қас жауы Төлегеннің қызына үйленетін көрінеді. Үйлену тойы болады. Демек, бәрі жақсы аяқталады. О, тойда жанып көргім келеді. Ой, сонда қалай? Жауыз Төлеген өз қызының тойына келмейді ме? Желкілдектің сатқын ағасында ұмытып кетпе. Ол да сол тойда болады. Керемет той. Дұшпандардың барлығы бір дастархан басында. Желкілдек қалындықтың әкесін бүйтіп лақтырып жібере алмайды. Төлегеннің батасын алу керек. Сен зұлымды жекпе-жекке шақырамын. Жеңілсең, бізге батаңды бересің. Ал жеңсең... Желкілдек пен Төлеген той ортасында бұлай жауласпайды деп ойлаймын. Не себепті олай ойлайсың, алауша? Енді бұл үйлену тойы емес пе? Бірақ мен үйлену тойында ешқашан болмаппын. Төлеген өз қызын жақсы көреді. Желкілдек те өз қалыңдығын сүйеді. Олар неге дұшпан болу керек? Меніңше олар той тойлап, тамақ ішіп күлетін еді. Дұрыс айтасың, себебі ертегі дәл солай аяқталады. Мүмкін емес. Төлеген желкілдектің қас жауы емес пе? Ал өкіл ағасы оны сатып кетті. Төлеген желкілдекке өз қызын бергісі келмеді. Дұшпандарыңмен бір дастарханға отыру да игі іс емес. Түсінесіңдер ме? Нағыз күш кешіре білуде. Ал кешірудің көзі махаббат. Желкілдек бұл ертегіде өзінің қас жауын да, сатқынды да кешірді. Олар қайтадан бір отбасы болды. Осылайша желкілдек бәрін жеңді. Егер жауынгер кешіре білсе, ол өзінің басты шайқасын жеңді дей бер. Ол өзінің ренішін жеңді. Ал ол Төлегеннен де асқан жауыз күш. Содан жылдар, ғасырлар даналығын бойына сіңірген ақсақал өзінің ең керемет туындысын, қобызын қолына алды. Аспапты тартқан кезде күн күркіреп, найзағай жарқылдап, шың жартастарды одан сайын селкіндіріп, аспанды одан бетер толқытты. Тұра тұрыңызшы, сіз бізге қазір жақсы адам туралы айтып отырсыз ба? Сіздің әңгімеңізге қарағанда жақсы адамға ұқсамайды ғой. Келісемін, дәл солай. Тіпті есімі жылы жүректе емес, Қорқыт ата. Қорқынышты естілетін сияқты. Иә, мүмкін. Бір қарағанда тағдыр өзгерткісі келген адам туралы аңыз ондай аса мейірімді боп естілмейтін шығар. Бірақ бұл әр адамның қалауы емес пе? Айтпақшы, мұны менен емес, оның өзінен сұрасаңдар болады.
алдың ба? Кел төрлет. Балалар, амандасыңдар. Бұл Қорқыт ата. Бұл Қорқыт атама? Иә, мен ғой бұғышақ. Шақырғандарыңа рахмет. Күтпеген жерден жаңбыр құйып кетті ғой. Жаңбыр әбден өсірлетті. Әйтсе де сені көргеніме қуаныштымын, досым. Бірақ желмаямды қайтсем екен, сыртта тұр. Ал жаңбырдың қоятын түрі жоқ. Досым, менің есігім бәріне әрдайым ашық екенін білесің ғой. Кірсін әрине, жылынсын, орын бәріне жетеді. Ого, мынау қанат ба? Сәлем, мен Аққу. Танысқаныма қуаныштымын. Қанатын әп-әдемі екен. Мен жылан, тіл таба саламыз деп үміттенемін. Менің атым Бөлтірік. Ауыз ти, бірақ барлық бауырсақты жеп қойма. Отырыңдар, сендерді жылытайын. Ей! Туй, сырттан қарағанда бір түрлі екен. Абайласаншы. Рахмет саған, жылан. Ой, менің ақ қауырсындарым. Кешіріңдер. Ол негізі әдептет. Тек кейде оны ұмытып кетеді. Ол менің ең жақын досым. Оны мен не көрмедік десеңші. Дүниенің төрт бұрышын бірге араладық. Ол менің қобызымның алғашқы үнін естіді. Мен ойлап тапқан қобыздың ғажайып үні үшін аспан мен жер асты құдайлары, тәңір мен ерліктің маған берген сыйын да көрді. Бұл аспаптың біреуді барап алатындай сиқыры барына сене алмаймын. Ал, досым, балаларға тартып бересің бе? Өтінем. Болады деп ойлаймын. Бірақ тым қатты кетпес үшін бір қарапайым дуынды тартып берейін. Әйтпесе, біреуді ұйқысынан тұрғызып алармыз. Солай. Ал бұдан да мықты тарта аласыз ба? Я, кәнеки, бұдан да күшті қып. Менің толқытып жіберді ғой. Кеуземде ыстық боп тұр. Бұдан да күшті етіп тартып бересіз бе? Бұл жақсы ой емес ау. Тартып беріңізші, өтінеміз. Халық сұрап тұр. Кеттік онда. Тоқтаңдаршы. Бұл шынымен жақсы ой емес шығар. Уайымдама. Қобыз тартып отырып шектен шығып кетпедім бе деп алаңдайым. Не десе де аспаптың сиқыры бар. Біреу оянып кетуі мүмкін. Баршаңызға қайырлы таң. Жақын жерде қобыз тартып отырған адамды көрмедіңіздер ме? Қайырлы таң. Жоқ, көрмедік. Адамдар мұнда мүлде келмейтін болды ғой. Менің байқағаным, мына жас қарлығаштар үйлеріне мүлдем кеш қайтады екен. Ақыры оянған екен. Енді қайттық. Ақсақ
ақсақалға дереу хабар жеткізу керек. Тоқта ғане, нені тіміскілеп жүрсің мұнда? Алып әрі Күштайдахардың жағдайын біліп кетейін деп едім. Бір түрлі боп тұрсың өзің. Қателеспесем, менің арғаталарым қарлығаштан зардап шеккен еді. Сенен емес пе? Жоға, о не дегенің? Ол қарлығаштың құйрығы тұтас еді ғой. Ал менікі мынадай, көрдің бе? Жарайт, байқа. Айтып тұрмын ғой, дұрыс емес жүргенің. Неге алдауға тырысасың? Барлығын алып, алға жүре берсеңші. Сол ғой енді. Бәрін алдына апарсам, бәрін жоғалтып алмайын ба? Тұра тұршы. Жоқ малақты қоса алмайсың ғой енді. Олай болмайды. Қауырсынды, тыныш. Кез келген шайқаста бастысы жеңіс екенін білмейсің бе? Ал сол жеңістің қалай келгені маңызды емес. Абайла! Жоқ, менің бауырсақтарым. Саған тек бауырсақ болса болды. Бауырсақ бәріміздікі негізі. Қарап тұрмай тұруға көмектессеңдерші. Иітіп жіберейін бе? Меніңше қажет емес. Мәс саған. Қарлығаш менің ескі досым. Балалар, мен сендерге ол туралы әлі айтқан жоқ едім. Алақай, жаңа дос. Ой, аққу, сенің құйрығың неге қарлығаштыкіне ұқсамайды? Шынымен де, мүмкін сен өзгеше шығарсың. Бәлкім ол өз терісін тастаса, құйрығы осындай болатын шығар. Менің құйрығым дұрыс. Біз әртүрлі емеспіз бе? Мен аққу, ол қарлығаш. Иә. Менің құйрығым бір кездері тұтас болған. Құйрығымды Айдахар тістеп алған соң, осындай боп қалды. Айдахар! Анау қария қобыздың ойынына түсіп кетті ме? Мен оған соншалықты тырыспа деп едім ғой. Ол оянып кетті. Өз көзіммен көрдім. Бұл жақсы жаңалық емес. Енді қайттық. Барлық батырларымызды қайта жинап, сосын... Оның оянуына біз кінәліміз. Енді не істейміз? Қорқынышты. Айдахарды айтасыңдар ма? Менің арғатам ба? Ол менен өткен зұлым болса керек. Бұл біздің кінәміз болса, онда оны мойнымызға алуымыз керек. Қане, оны тоқтатайық. Көп зат алмау керек деп. Кеше кім айтып еді? Өзіне қарашы, сөмкенің ауыр болғаны сойынша, орнынан қозғалта алмайсың ау. Ауыр емес. Оп-оңай көтер алам. Қара. Көрдіңдер ме? Бірақ қадам ба? Бауырсақты аузы мұрнынан толтырып алған сияқтысың ғой. Сенде бауырсақты осы үшін пісірген екенсің ғой. Маған мұның бәрі керек. Келістік қой. Өздеріңе салып алдыңдар сонда. Кәне бұғашақ көрсет не салғаныңды. Соншама ештеңе жоқ менде. Кәнеке, көрейік не салып алғаның. Ауыстырмалы мүйіз бе? Оны қайтесің? Керек ол маған. Шаруаң болмасын. Өзінде толтырып шұлық салып алған боларсың. Ой, жыланымыз тоңғақ екенін ұмытып қалдым ғой. Мен салқын қандымын. Сендерге қарағанда тез тоңамын. Өзінде ойыншықтарымен алысып жүрген шығарсың. Мынауың ойыншық емес. Кәдімгі әскер ғой.
досымыздың көп болғаны жақсы емес пе? Сонда сапарымызда қызықты өтеді. Енді бәрін алу керек емес шығар. Неге Алаушаға ештеңе айтпайсыңдар? Ол өзімен бірге бір арба отын алды. Ол оның тамағы, сол себепті оны түсінем. Сәлем! Амансың ба, балақай? Ой! Сендер таң атпай сапарға шықтыңдар ма? Иә. Затты толтырып алып, енді нені тастап кететіндеріңді шеше алмай жатсыңдар ма? Түсінем, бәрін алып кеткін келеді. Иә, мен мысалы бәрін алып жүрем. Сауытыңызды айтасыз ба? Иә, соны айтам. Бұрындары бұл менің сандығым болатын. Бір кезде мен кәдімгі құрбақа болған едім. Бірақ өте сараң құрбақа едім. Кезінде дүниемнің барлығын тас сандықта сақтайтынмын. Сөйтіп, сандығымды көтерейін десем, зілді екен. Одан кейбір заттарды алып тастауыма тура келді. Алайда, әрбір зат өзіме ыстық боп, ештеңені тастай алмадым. Ал басқа аңдарға сенбегенім сонша, оларды тіпті көмекке шақырғым келмеді. Сандығымды әрі-бері қозғап көріп едім. Алайда, ол орнынан мүлде қозғалмады. Сөйтіп, шаршап, ашық сандықтың шетіне отырып қалғанымда, қақпағы үстіме түсіп, тас жабылды да қалды. Содан бері осылай жүруге мәжбүрмін. Дүниемнің бәрі өзіммен бірге, бірақ оны пайдалана алмаймын. Андағының бәрін өздеріңмен алып кетесіңдер ме? Мынау ағаштың бәрі көп болар. Жолда бірдеңе табылар. Ал қалғаны арбаға сер. Жарайды, бір қабат жылы киім алайын. Өзімнің сүйікті қарлығаш ойыншығымды алсам болады. Онда мен өзімнің шамдары бар, ең әдемі мүйізімді ғана алайын. Мынаның бәрін қазір жеп қою керек. Өзіммен тек бір дорбасын алайын. Апатайым-ау, сен балаларға қайтадан бұрын құрбақа болдым дедің бе? Осы ертегіні біраз жылдан бері айтып келесің. Бір күні жұрт осы сөзіңе сене бастайды-ау. Қалай болғанда да оларға пайдасы тиді. Қой, тездетейік. Баратын жерімізден қалып қоярмыз. Алғашын осылай тұра береміз. Жымайып тұруға аузым шаршады. Сәл қалды. Беті мен қанаттарым дайып қалды. Тада! Иә, маған ұнап тұр. Негізі жаман шыққан жоқ. Ұйқыдағы ұлы батырмен таныс болсақ, батырдың ұлы ерлік жасаған жеріне баратын кез келді. Ал енді біздің мақтанышымыз бәйтерек. Батырдың ұлы бүркіттің жұмыртқасын зұлым жыланнан қорғаған жері осы емес пе? Дәл солай, ерлік жасалған жер. Ал мына оқиғаларды қайта құрума сонда? Не дейсің? О, жоқ, бұл қалай? Зұлымдықты жеңу үшін батырды оятайық. Бұл сәурешілік, ол уянбайды. Онда біз өзіміз барып, зұлыммен күресіп, жұмыртқаны құтқаруымыз керек. Біздің сәттілігімізге орай, қазір ол шай ішуге тоқтады. Енді біз үлгермейміз. Одан тезірек қалай жетуге болады? Достар, мен сендерге бұл туристік орын деп едім ғой. Мұнда жеделсаты болу керек.
Қандай жедел саты? Бұл мүмкін емес. Сен өте алмайсың. Ха! Зұлымдыққа жол бермейміз. Мен бірдеңе лақтырар едім, бірақ бұл бауырсақ қой. Жоқ, мен оны лақтыра алмаймын. Ол өте дәмді. Қорықпа бөлтір, тағы да жасаймыз. Үлкен аға? Сенің ағаң? Кішкентай жылан, сенсің бе? Күте тұр, мұрныма бірдеңе түсті. Достар, таныс болыңдар. Бұл менің үлкен ағам. Сонда бұл сенің ағаң ба? Ол жұмыртқаны жегісі келді ме? Жұмыртқа? Қандай жұмыртқа? Түсіндім. Сендер аңыз туралы айтып отырсыңдар ма? Жоқ, оны істеген менің ата-бабам болған. Ал мен салауатты өмір салты дегендей альпинизммен айналысып жүрмін. Айтпақшы Бүркіт, қалай боп жатыр? Нәтиже жақсарды. Жарайсың. Ал бұлар сенің інің мен оның достары ма? Иә, солай боп шықты. Демек, біз дөрекі болғанбыз. Кешірім сұраймыз. Кітапты мұқабасына қарап бағалауға болмайды. Ал інім, сен мектептен қалмай жүрсің деген үміттемін. Жоқ, қазір мектепте демалыс. Жыланның айтқаны дұрыс болса да, балалар жұмыртқаны қорғауға тырысып, батылдық танытты. Мен сендерді сыйлықсыз жібере алмайым. Осы бәйтеректің дәндерін алып, ақылмен пайдаланыңдар. Мен сенің ағаң бар екенін білмедім. Мен айтуды ұмытып кеттіппін. Барлығы 10 ағайындымыз. Ол болса ең үлкеніміз және шетелде оқыған. Бізді таңғалдырдың ғой. Бәрін дұрыс түсінбей, қатты кеткеніміз ят болды. Ол тым өсіп кетіпті. Мен бірден танымадым. Қызық. Айдахар мені таныды ма? Мен оның ұрпағы емеспін бе? Не? Егер картаға қарасақ, ең жылдам жол бетпақдала арқылы. Бұл біз үшін ең қысқа жол болғандықтан, біз сонда барамыз. О, қандай әдемі суреттер. Бұл суреттер саған не үшін? Олар әдемі емес пе? Әрине, оларды сен көтеріп жүрмейсің. Не деген ыстық еді. Сеніңше жолды кім таңдады деп ойлайсың? Өй, шөл далада боталарды шашып жатқан кім? Мұнда мүлде ештеңе болмауы керек қой. О, қораған жустанға ұқсайды. Егер қателеспесем, біздің кішкентай бөлтіріктің оған аллергиясы бар. Қараңдар, анда су бар шығар. Өпчу! О, міне енді шаңды. О, қонақтар. Сендер шөлдеп қалған шығарсыңдар. Мінекей. Сізге көп рахмет. Қандай тәрбиелі балалар. Бізді тау етегіндегі ақсақал оқытты. Мәс саған, шынымен де дәл сол кісі ме? Ол даналығы өте бай адам. Сіз онымен таныссыз ба? Әрине, бұл өңірде онымен таныс емес адам аз. Осы жерлердің ханы болған кезімнен ол есімде. Қазірде хан болып саналам. Бірақ халқым жоқ. Егер оны тыңдағанымда, бұл жер осындай болмас еді. Сіз хансыз ба? Бірақ не өзгерді?
Неге сізді адамдар тастап кетті? Балалар, сендер осы жер және оның шыдамсыз ханы туралы аңызды білмейсіңдер ме? Олай болса, ақымақ хан туралы оқиғаны бастауға рұқсат беріңдер. Ертеде осы өңірлердің ханы өмір сүрген. Ол бұл жерлерді бойында қуаты бар болған кезінде билеген. Бәрі жақсы еді. Жер құнарлы, адамдар бақытты және бай болды. Бірақ хан бір нәрсені ұнатпады. Оның аллергиясы бар еді. Аллергиясы сирек нәрседен емес, жусаннан болған. Хан бұған шыдай алмай, адамдарға бұл жерлерден барлық жусанды жұлуды бұйырды. Бірақ жусан жойыла салысымен, бұл жерлерді жусанның иісіне шыдамайтын шыбын-шіркейлер басып кетті. Содан кейін хан масалардан құтылуды бұйырды. Ал масалар болмаса, олармен қоректенетін құстар келуін тоқтатты. Ал құстарсыз тұқымды тарататын ешкім жоқ. Тұқымсыз жер босады. Мәне, ханның шыдамсыздығынан халық басқа елдерге тарай бастады. Осындай аңыз. Тоқтай тұрыңыз. Менде бәйтеректің сиқырлы дәндері бар. Соларды қолдансақ ше. Өздерің көріп отырғандай, мен аз болса да жерді егіп үлгердім. Шын айтқанда, бұл көп уақыт алды. Енді тек су керек. Көп рахмет, балалар. Сендер болмасаңдар, мен не істерімді білмес едім. Бұл жерді құтқардыңдар. Бұдан бұлай бұл жер бетпақ-дала емес. Бес тәй-тәй деп аталатын болады. Әйтсе де, бүркіттен асқан батыл құс жоқ. Қандай алып және маңғаз еді. Келіспеймін, өзің көрдің. Ағам бұл бүркіттен ешкім түспейді. Күшті және үлкен. Бәрі біледі. Ең батыл. Қасқырларды айтасың ба? Ха, саған не ұнамайды? Әрине, олар туралы айтпағанда қалай? Олар нағыз батыл. Менің әкем сияқты. Кейде анан одан да батыл сияқты. Дегенмен достар, Гиннестің рекордтар кітабына енген ең батыл жануар бал борсығы. Немесе латын тілінен аударғанда куних тұқымдасына жататын Мелевора капельсина екенін. Ақсақалдың батыл есек туралы ертегі айтып бергені есімде. Егер бұл ертегіге сенсек, ең батыл есек. Есек? Жоқ, бұған сенбеймін. Ертегі сияқты. Достар, неге олай дейсіңдер? Қараңдаршы, біз жолда қаншама таңғажайып жаратылыстарды кездестірдік. Мұның бәрі рас. Мүмкін бұл ертегі рас шығар. Есектің әділетсіз қожайыннан қашқаны керемет болғаны сөзсіз. Бірақ мен оның жай ғана ықылықтап жолбарыстың өзін, джунгли патшасын қорқытқанына сенбеймін. Негізі джунгли патшасы арыстан. Я, Лауша, біз сені тыңдадық. Мүмкін қай жануардың батыл екенін емес, олардың не батыл ететіні жайлы ойлансақ қалай? Менің ойымша, қасқырдай тәкаппар болу керек. Бірақ бөлтірік, бұл олардың неге батыл екенін түсіндірмейді. Ал менің ойымша, егер биік ұшсаң, онда жалпы қорқатын ештеңе жоқ. Бұл жақсы нұсқа. Тек біздің арамызда ұша алатын жалғыз сен. Мен болсам, батыл болудың ең қисынды жолы, егер өзің қорқынышты болсан деп ойлаймын. Олар сенен қорыққанда неден қорқасын? Солай емес пе? Білесің бе, менің ойымша қорқудың еш жамандығы жоқ. Сонда батыл болып, қорқудың мәні неде? Бұл дұрыс емес сияқты. Бұл ештеңе істемегеннен жақсы. Мысалы, мен судан қорқам.
Бірақ мен әрқашан шайға суды және шайдың өзін қайнатам. Өйткені шайдың дәмді болатынын білем. Маған ештеңе істемеу қорқынышты болып көрінеді. Біздің балалар бұл жерге қайдан келді? Қане, аққу, бөлтірек, жылан және... Үйізді біреу. Мен мұндайды ешқашан көрген емеспін. Бірақ мен, жолбарыс, сенің кім екеніңді уайымдаудың керегі жоқ. Саған не керек, жолақ? Көрмейсің бе? Біздің жолымызды бөгеп тұрсың. Ой, неге сонша ашушаңсың? Қорқпа. Өту үшін төлегеннен кейін мен сендерге тиіспеймін. Біз саған ештеңе бермейміз, арсыз. Кет, әйтпесе өкінесің. Қандай батыл. Ал мынау не сенде? Бауырсақтар. Дәмді. Жеңіл тамаққа жарайды. Ей, қане, қайтар! Сендерге балабақшаға қайту керек. Артқа қайтыңдар. Сендерге кіруге тыйым салынады. Тиісуші болма, әйтпесе өкінесің. Кілемге айналасың. Әкем айтқандай, сен есек шығарсың, солай ма? Әкем сізбен араласпа деген. Мен есек емеспін. Мен мәртебелі бұғышақпын. Біздің жолымызды бөгеуші болма. Жоғал, мысық тәріздес. Міне, көрсеттің сен оған. Мен өзім шошып кеттім, бірақ қасқырлар ештеңеден қорықпайды. Жарайсың. Сонымен қалай екен? Шынымен де сүйкімді ғой. Сонда мен жеңдім бе? Бұл қажетсіз әшекейлерді алып тастағанда әдемі қайық болады. Әйтпесе олар қайықты шамадан тыс жүктейді. Осы жерден шынымен де қайыққа ұқсайды. Бірақ неге оны бәрі қызға ұқсайды деп айтады? Міне себебі. Қателеспесек, аңыз бойынша қызды семеген жігітке бермек болған. Дәл солай, оның өз сүйіктісі болған. Бірақ оның отбасы қарсы болды. Ол онымен бірге қайыққа мініп қашып кетті ғой дейм. Бірақ ол тас болып қатып қалды. Оларды су астындағы құбыжық тасқа айналдыруы мүмкін бе? Оларды бұлай қорқытпа, жылан. Мұндай әдемі жерлерде құбыжық болуы мүмкін емес. Мен дұрыс айтып тұрмын ғой. Иә, қарындас ханым. Жоқ, мұнда құбыжықтар жоқ. Ол сөйлей алады. Иә, сөйлей алам. Мен ұйықтап жатқам. Сендер мені шулап оятып жібердіңдер ғой. Ханым, сізді сиқырдан қалай босатуға болады? Сиқырдан босату? Менің 2 жұмбағымды тап. Сосын мен саған жауабын берем. Қолыңнан келмесе, мені мәңгіге тастап кетесің. Немесе мен сияқты тасқа айналасың. Жақсы. Аяғы жоқ, бірақ жүреді. Тілі жоқ, бірақ сөйлейді. Досына қоңырау шалу. Алло. Сәлем әже, жұмбақты тыңдашы. Аяғы жоқ, бірақ жүреді. Тілі жоқ, бірақ сөйлейді. Бұл не? Сенің досың жылан емес пе? Дәл таптың.
Рахмет, әже. Жылан. Жақсы, бірақ жауап дұрыс емес. Бұл хат. Екінші жұмбақты тыңда. Бұл классика. Таңертең 4 аяқпен, түсте 2 аяқпен, кешке 3 аяқпен жүреді. Бұл не? 50-50. А нұсқасы адам. Ә нұсқасы автокөлік. Б нұсқасы гладиолус. Және В нұсқасы цирк әртісі. В болады. Цирк әртісі. Жоқ, адам ғой. Жұмбақ шешіп ойнамайсыңдар ма? Жоқ. Жоқ, оны тасқа айналдырады. Мен оны тасқа айналдырмаймын. Қолымнан келмейді. Мен жай ғана сендердің кеткендеріңді қаладым. Енді сені қалай сиқырдан босата аламыз? Тек менің көз жасым ғана көмектесе алады деп айтады. Бірақ қайғы көз жасы қанша жыласам да көмектеспеді. О, онда күлкі көзі жасы көмектесуі мүмкін. Біз сені күлдірсек, күлкіден көз жасын ағатын шығар. Өзің жаңа ғана күлген болатынсың. Рахмет, балалар. Мейірімділік пен айнымас пәк жүректерің үшін көп рахмет. Вау, қараңдар, біртүрлі екен. Мына жер қорқынышты екен. Бұл жер неге маған бір нәрсені еске түсірді? Өзімді жайсыз сезініп тұрмын. Ішің ауырып тұр ма? Алаушаға кесек ағаш бер. Өзін нашар сезіп тұр. Тамақтансын. Қорқатын ештеңе жоқ. Жолшыларым, сендерді қарсы алмағаным үшін кешіріңдер. Ұят болды. Қайткенде бұл менің міндетім. Араларыңдағы дауысы ең жуаны сенсің ау. Әрине, мәртебелі бұғысың ғой. Ата тегің орманда ән айтумен танымал. Ал сен кімсің, сұлуым? Қандай әдемі кішкентай аққу. Сұлулық пен махаббаттың белгісі екенің бірден көрініп тұр. Қандай күшті бөлтірік ер жетіп келеді. Өзі қандай батыл, осы топтың басшысы боласың ау. Ой, қараңдаршы, қандай жылтыр, қабыршағы не деген әдемі, ал өзі сондай айбатты. Ал сен, балам, ауырып қалған сияқтысың ғой. Бұл жер тым ылғал. Иә, ылғал. Мен де ауырып қалдым. Ошағымда сөніп қалды. Мұның бәрі Айдахардың көмекшілерінің жұмысы. Осында келіп менің ошағымды сөндіріп тастады. Сөйтіп менікінде де, басқа киіз үйлерде де бірде-бір ошақ қалған жоқ. Ой, бұл қалай сонда? Сенде ошақ жоқ болса, басқаларда неге жоқ? Мен түсінбедім. Мен отанамын, балам. Үй ошағының есімін. Ал қазір менде ол да жоқ. Ұмай ана мені көре алмайды. Енді қайттық. Есіме түсті, мен осында тудым ғой. Не? Иә, дәл солай. Мұнда ошақтағы барлық от әрбір отбасыға жарық пен жылу әкелу үшін туады. Демек мен осы жерде дүниеге келсем, от жаға алуым керек. Қолымнан келеді, бірақ осы жердің ылғал болғандығынан оны істеу оңай емес. Егер мәселе ылғалда болса, онда біз оны жеңе аламыз. Өйткені бірге біз бәрін істей аламыз. Қаншама позитив.
түсінуімше мұны қайтадан мен жасаймын. Қане, мен сол жерге қой, бұғышақ. Мен болдым. Рахмет, балалар. Сендердің арқаларында енді әрбір шаңырақтың ошағы сақталып, қайтадан жылу бере бастайды. Әсіресе саған рахмет, кішкентай алауша. Сондай-ақ ендігәрі сен жақсы көретін адамдарыңды күйдірмей ұстай аласың. Не? Шынымен ба? Енді сен бізбен ойнай аласың. Алақай! Қайда ол? О, міне! Жылан, маған жақын жүр. Иә, суықтан гөрі ыстық жақсырақ. Ақсақал тоқып берген жемпірге рахмет. Мен үйді сағынып кеттім. Ол ойымдап жатқан шығар. Бірақ өз ісімізге жауапкершілікпен қарауды үйреткен өзі ғой. Айдаһарды тоқтатуымыз керек. Бөлтірік, сенің ішің ауырып тұр ма? Ей, бұл мен емес. Ой, кешір. Онда бұл кім? Ей, қаңғыбас ит, сен де әлі біраз бидайдың қалғанын білем. Мені айдаһар жібергенін білмейсің бе? Бірақ одан күшіктерге деп бидай сұрап алдым. Ол жазық даладағының бәрін өзі алып алған. Бұл ол үшін емес, бұл мен үшін. Не деген жаман аю? Я, келісем. Бірақ ол байғұс итке тиісіп тұр. Сондықтан ол зұлым болуы мүмкін. Аха, келісем. Оны бірден зұлым деп айту өрескел емес пе? Я, өрескел көрінеді. Ол бәрі бірде зұлым болуы мүмкін. Қалай түсінуге болады? Я, бұл өте қиын екен. Бір шешімге кел, бұғышақ. Ол бізді байқап қойған сияқты. Балалар мұнда не істеп жүр? Біткен жеріміз осы. О, қолшам! Ей, біздің досымызды қайтар. Келесі жолы бөлтірік қатты тартпа. О, менің қорғаушыларым, сендерге үлкен рахмет. Сендер менің құтқарушыларымсыңдар. Оқасы жоқ. Аю бидайды тығып қойған сіз деді. Және айдаһардың бұл жерлерде бәрін алып кеткенін айтты. Иә, айдаһар адамдардың барлық затын алып алды. Оларды бақытсыз қылып, нансыз қалдырды. Нансыз ба? Сонда бауырсақсыз ба? Мүлде тамақсыз. Мен оны күшіктерім үшін тым болмаса аз ғана бидай керек екеніне сендірдім. Бірақ күшіктерім адамдарда екенін айтпадым. О, сонда сіз айдаһарды алдап соғып, бидайды адамдарға қалдырған екенсіз ғой. Негізі мен ешкімді алдаған жоқпын. Менің күшіктерім олардың үйінде. Сондықтан адамдар тоқ болса, менің күшіктерім де тоқ. Мен адамдарды бұлай қалдыра алмайым. Олар менің достарым емес пе? Мен мұнда бір гәп бар екенін білгем. Ал сіз, Аю мырза,
Неге сонша ашулысыз? Ондай болуға болмайды. Шынымды айтсам, Айдахар маған қысқа жеткілікті тамақ қалдырам деп уәде беріп, уайымдаудың қажеті жоқ деді. Әйтпесе қыс сайын азық азайып, адамдар иттермен бірге орманға, тауға қарай келеді. Сосын ол мені жұмысқа алды. Оның айтуынша, адамдардың көз жасы керек. Ол үшін оларды жылату керек. Ал оларды жылату үшін тамақтарын алып кету керек. Және менің қатал болуымды талап етті. Өйткені зұлымдардың бәрі қатыгез. Бірақ бұл маған ұнамайды. Бұл мәдениетсіздік. Онда былай істейік. Сіз маған көмектессеңіз, мен онда адамдардан сізге көбірек тамақ қалдыруын және сізді мазаламауын сұрайым. Ал сіз адамдарды қорғайтын боласыз. Несі бар? Келістік? Балақайлар ойнауға шықты. Дүние қамыршысы, өзіңіз бұйырғандай сергітетін кофе алып келдім. Не дейсің? Естімей қалдым. Кофеңіз, зұлым ием. Әміршім, мұндай диета денсаулығыңызға зиян деп ойламайсыз ба? Көп ұзамай сымбатты денеңізді май басып кетуі әбден мүмкін. Қойш, тұр сымбатым келісіп ақ тұр. Түсінбедім. Мен неге сергіген жоқпын? Адам жасынан қанша қостың? Көп емес тақсырым, қорымыз бітіп барады, ал жалдамалы жұмысшы әйелдер бұрынғыдан да көп ақша сұрап отыр. Есіңізде болса. Бұл ғой басынғандары, үш есе қымбат алады. Оларды қойш, қос шоқпарларымда үнемі тапсырманы орындамайды. Алаңқайдағы жолбарыс, енді міне аюды алқаптағыларға көмектесуге кетті. Туыспыз ғой деп жыланға сенім артып едім. Ол да сен маған туыс емессің деп келіспеді. Иә, мәртебелім, дұрыс айтасыз. Неге басқа тәсілді қолданып көрмеске? Өткен жолы басқа тәсілді пайдаланғам. Айтпақшы, оны сенің бабаң ұсынған болатын. Бірақ әлгі қарлығаш бәрін құртты. Аузымды әлі соның қауырсынынан тазалай алмай жүрмін. Ол аз болғанда енді балалар да кедергі келтіруде. Ойлаш, балалар, тіпті батырлар да емес. Беделім түсіп барады. Терезені жап! Бірақ ұлы мәртебелім, бөлмеңіз сасып кетіпті. Жап дедім саған, суық. Ой, ұмытып кетіппін ғой, сізге қонақтар келді. Адамдар тағы сыйлық алып келді ме? Әлде жаңа ізбасарларым ба? Жоқ, шалғай алқаптағы дана ақсақал мен кәрі қарлығаш. Не дейсің? Дана ақсақал ма? Әлгі балаларды үйреткен ақсақал ма? Иә, соның дәл өзі жауыз ием. Бағанада неге айтпағансың? Терезені аш, бөлмені желдетіп қой. Қонақтар келе жатыр. Түх, осыған тұрарлық ақша да төлемейді. Неткен былық. Ұзақ ұйқы саған көмектеспеген сияқты. Тағы ұйықтап алсаң қайтеді. Байқаймын, құйрығыңда қайдарапсың. Имиджің керемет, стилистің жақсы екен. Шайың тамаш екен. Қайдан алдың? Айта алмаймын. Авторлық құқығым жоқ. Соттап жібереді. Шайды әрқашан жақсы таңдайтынсың. Неге әлі айналшықтап отырмыз? Қайдағы шай, қайдағы дастархан? Бұл жауыз қойдан ақсақал, ол қайта оралды. Қойш, әрине мен жауыз емеспін. Мен қарапайым Айдахармын. Жоқ, қарапайым емес.
Жаман қылықтарымды тастағанымның құрметіне осы үңгірдің ішінде сүйікті өзіме арналған мұражай аштым. Қайдағы мұражай қабыршақты құбыжық? Дана ақсақал, осылай үндемей отыра беремісің? О, мұражайды жақсы көрем. Экскурсия өткізейін бе? Жоқ. Иә, жақсы болар еді. Жүріңдер, сендерге Қытай мен Еуропадағы туыстарымның суреттерін көрсетейін. Үнемі демалып жүрген суреттерін жібереді. Ал сосын бас қызметші маса бәрін көрсетеді. Мына жерді жинап болған соң. Тағы жинау керек. Сонша іздеген жерімізге жеттік. Қане, батылырақ достар, қолымыздан келеді. Иә! Міне, квестіміздің соңғы нысанасы. Енді Айдаһарды тоқтата аламыз. Қалай ойлайсыңдар? Ол Айдаһардың түрі қандай? Кітаптарға сенсек, денесі жылан сияқты қабыршақты. Тісі бөлтіріктікі сияқты өткір. Аққу сияқты ұша алады. Бұғышақтыкінде мүйізі бар. Және аузынан от шашады. О, демек бәріміздің қосындымыз секілді екен ғой. Иә, Айдаһарлар менің бабаларым деседі. Ол айбарлы, әрі қорқынышты болса керек. Ей, абайлап жүрсіңдер. Мінекенсің ғой Айдаһар. Біз ержүрек, қайсар балалармыз. Сені тоқтату үшін келдік. Иә, дұрыс. Енді есіме түсті. Десе де әлі кішкене бала екендерің көрініп тұр. Жарайды, балақайлар. Бірден сөздің тобықтай түйінін айтайын. Уақыт аз. Мен ұлы да қатыгез Айдаһармын. Алдымда тізе бүгіңдер, әйтпесе. Әлі ұзақ па? Не? Иә. Көп созудың қажеті жоқ. Қысқасы, сендерде екі таңдау бар. Не мені тоқтатуға тырысасыңдар, не сүйікті ұстаздарың Дана ақсақал мен кәрі қарлығаш осы лабиринтте мәңгі қалады. Немесе оларды іздейміз деп мені жіберіп аласың. Сендер ойланыңдар, ал мен заттарымды ары қарай жинай берейін. Жалдалмалы жүктегіштер тегін істемейді. Жоқ, ол Дана ақсақалды тұтқынға алған ба? Кәрі қарлығашты да. Дүрлікпейік, бұл жер лабиринт болса, оларды табудың жолы бар. Бөлініп, оларды іздеуге кірсейік. Бұғышақ пен аққу оңға, ал жылан, алауша үшеуміз солға барамыз. Оларды тапқан бойда осында қайтып келеміз. Иә! О, балалар, бұл жерде не істеп жүрсіңдер? Қарлығаш екеуіңізді құтқарып жүрміз. Түсінікті. Не? Әй, қабыршақты оңбаған-ай. Біз жігіттерді көмекке шақырмасын деп алдап, өзі қашып кетіпті ғой. Қартайған екенбіз. Алданып қалыппыз. Қайта балаларға рахмет. Мұнымен біткен жоқ. Тездету керек. Әйтпесе шығатын есіктердің бәрін бітеп тастайды. Кеттік. Алло. Естіліп тұр ма? Бірақ маңызды емес. Қысқасы, кірер есіктерді ертерек бітеп тастаймыз деп шешкенімді айтуды ұмытып кетіппін. Сондықтан жолдарың болмады. Енді сөзсіз бір жола сонда қалатын болдыңдар. Қош болыңдар, балақайлар.
Бізді алдап кетті. Бұл лабиринт емес. Ашуланба бөлтірік. Шығар жол әрқашан табылады. Есікке қарай барайық, қалай шығатынымызды сол жерде шешерміз. Бөлтірік, сенде бәйтеректің тағы бір тұқымы қалды ғой? Я, үйде отырғызам деп алып қалғам. Оны қайтесің? О, түсіндім. Тұқымды бере салшы, бөлтірік. Бұғышақ, ал сен су бер. Жарайды, қалғаны осы. Бәріміз күш салдық, бірақ Айдаһар қашып кетті. Бастысы бәрің амансыңдар. Жүріңдер, үйге қайтайық. Енді саяхат кезіндегі хикаяларды мен емес өздерің айтатын боласыңдар.